Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, жақсысыздар ма? Біздің кезекті 3D әңгіме бағдарламасы. Енді бүгін біз Наурыз екеуміз ғана, Ұлан мен Жанболат мырза жоқ, өкінішке орай, бірақ енді ол кісілер дұғада біз үшін. Өйткені бүгін біз дұға деп не үшін айтып жатырмыз? Өйткені бүгін бізге шынымен де иманды, өте мықты біздің ағамыз, Шаншар театрының актері, біздің Ғалымжан ағамыз келіп отыр. Жәннетті сатқан актер. Зор сонымен кетті. Қош келдіңіз. Рахмет. Біз мынау 3D әңгіме. Ұлан жоқ қой бүгін. Ұлан жақ келмей ғана айтайын ба десең? Артына шейін ба? Ұлан денсаулығына байланысты келе алмай қалды. Қана батыр деді ғой жаңа. Қана батыр. 4 күндей қанайды деді ғой Ұлан. Айына қанат тұрады екен. Анау күн ыстық мұрны қанайды деген жерде. Мұрны қанайды. Менде де бар еді. Алматыдан көшіп келдім ғой, Шымкентке. Содан кейін рейс тоқтады. Ауа райы да? Ауа райынан анау қысым бар екен, Алматыда шамалы қысым бар ғой. Иә. Бәрі кейбір адамдар барған кезде қысым болады да. Шымкентке көшіп келдім, сол тоқтады. Жүрген жері Шымкент ғой. Иә, сол. Иә. Иә, рахмет, қош келдік. Иә, біз енді мынау бағдарламаны енді келген қонаққа біз кішкене таныстырып кетеміз. Бұл 3D әңгіме. Біз енді көп кісілер түсінбей жатыр. Әртістер 3D дегенде 3 адам отыра ма сонда? Сондай ма? 3D, иә, 3D. Әңгімені 3D жеткізу ғой. 3D. Болған оқиғаны. 3D жеткізу сол 3D. 3D әңгіме. екеуін де былай келтіріп тұрмын. Жақсы ғой. Адам андасында бір жабырқап, бір қиналып, кредитін төлей алмай, иә? Бір жабырқап, не істеймін, көңілім күйімді қалай көтеремін? Немесе қатынмен ұрсып қалып, немесе жаңағы тойға барып біреумен ынсып қалып, сөйтпеген кезде бір көңіл көтерейінші дегенде бір сондай бір не екен да бұл бағдарлама. Иә, тек қана адамдарға бір көңіл күлетін әңгіме. Көңіл күй, қуаныш сыйлайды. Енді біздің миссиямыз да сол ғой негізі. Сендердің, біздің миссиямыз халыққа көңіл күй сыйлау. Қуаныш сыйлау, күлкі сыйлау. Рахмет, қашан шақырады бұлар мен деп жүре ме? Бүгінге сәт түскен екен. Нап жұғып кетеді. Наурыз енді ағамыз найылам дегенше өзіміз бір-екі әңгімелерден бастайық. Мынандай 3D әңгіме бар. Бір жігіттің иті туған екен да, иті. Алты күшік болады туған ғой, иті. Ауылда болып жатыр дейді. Ертесіне үйіне нағашысы келсе, жаңағы мақтанып жатыр еді, итім 6 күшік туды жаңа. Қандай итің десе, әбірше еп келатыр екен да, иті жаңа мышық болған, жаңбыр жауып кеткен, салбырап кетеді, жаңа нағашысы айтады дейді. Енді жақында туды ғой, күтінбей ме сәлді? Ана аузына мата жауып жүрмей ме? Жеңгелеріміз бәрі тісі түсіп қала берді деп. Сөк көже ішпей ма бұл деп. Сол менше дамта берген. Иә, ғанекет, сол таң қалам да. Біздің қазақтың енді аналарымыз ғой енді. Осы бір босанса, енді оңай емес адам үшін, бірақ қалың беліне бірдеңе байлап алған, аузында жаңағыдай байлап алған, қатты әне қылады ғой. Ал орыстың, басқа ұлттың аналар туса, сразу лямкімен, спокойно жүре береді. Олар кішкентай болып шығады ғой. Кішкентай болып шығады. Иә, ол енді мына бізде ұлтымыз, жалпы ұлтымыз болашаққа қатты мән берген ғой. Сол себептен сол болашақты дүниеге алып келетін аналар болғаннан кейін 40 күнге дейін олардың жағдайын жасап, мынау шілдекі терісі дейді ғой, тері, ащы терін шығарып, сосын мынау қалжа дейді ғой, бағлан қозының, биылғы қозының етін сорпа қылып, қайнатып, оны қуырдақ қылып, одан жаңағы бешбармақ істеп, әйтеуір терін шығарып, ащы терін, жаңағы мынау қайтадан реабилитация дейді ғой, қайтадан ретке келу, келесі баланы туына, босануына дүниеге алып келуіне жағдай жасаған. Біздікілер өйткені содан ғой біздің әжелеріміз 10-15 бала туған. Аналар бір-екі уақыт болады. Бір-екі туады, басқа ұлттар мысалы кейбір бір уақыт туады, немесе 2 уақыт туады. Бірақ біздің аналарымыз, жалпы жеңгелеріміз, әпкелеріміз өздерін ұмытып, тек ұрпақты көбейтіп, қазақты көбейтіп, бұл баяғы жаугершілік заманнан келатқан нәрсе негізі. Ана ұрпақты туа берген ғой, тоқтатпай, жыл сайынша. Неге? Өйткені соғыс тоқтап жатқан жоқ. Ағасы өлді ма, артынан інісі найзаны алып, атқа мініп кете беру керек артынан. Оның арты кетті ма, інісі артынан келе беру керек. Тоқтамау керек. Жаңа 40 күн дегеннен шығады, енді бір әзіл әңгіме ғой. 40 күндік деген өзі қасиет не ғой? Қасиет, 40 күндік. Туылса да 40 күн, қайтыс болса да 40 күн. Сол бір ағамыздың ауылда болған оқиға. Сіз есіңізде бар да. Келіншегі босанып,
енді ауылда ол кезде телефон жоқ, алданатын нәрсе де жоқ. 10-шы күн өткеннен кейін ағамыз жай жеңшеме жақындаған ғой еді. Енді 10 күн өтті. Кесей деп. Раз-на-раз. Раз-на-разға кесей деген кезде жеңшеміз айтқан ғой, қуасың ба сен? Шынысың ба? Мен әлі 40 күн өткен жоқ. 10 күн енді өтті. Мен әлі ішкі құрылыстарым әлі өз-өзіме келген жоқпын. Қума деп итеріп жүрген ғой. Ладно, ұйықта қалып. 20-шы күні жақындаған ағамда енді кесей десе, сен не істеп жатсың? Әлі 20 күн бар, қума. Кет бар деді. 30 күн. Деген болмайды деген ғой. Болмайды. 1 ай өтті. Болмайды, мынау шыдай алмайатырмын. Бол, не істеп жүрдің деген ғой. Сөйтсе, 10 күн шыдашы, 10-ақ күн қалды ғой енді деген ғой. Сөйтсе ағамыз айтады дейді. Негізі өлі адам, тірі адамның 40-ына қарағанда өлі адамның 40 тез өтеді деген. Сол сияқты. Негізі шынымен ғой анау. 40 күн кеп қалады ғой. Кеше ғана жерлеген сияқты деп отырсың. Сол үшін айтамын ғой жігіттерге, сорлап қалмай тұрғанда, сөйтіп қиналып қалмай тұрғанда, екеу, үшеу, төртеуін алып қойыңдар деймін ғой мен. Жетіскенін айтпаймын ғой соны. Соны алып қойса ғой, мысалы, жалынбас еді сол арқылы. 40 күн спокойно өткізіп барып келеді еді, мысалы. Ана үшеу алған дегеннен шығады да. Бір жігіт бар екен. Мешіттен қалмайды екен ғой. Әңгімеден әңгіме шығып кетіп отыр. Вообще ойымда жоқ әңгіме есіме түсіп кетті. Мешіт намаздан қалмайды екен. Таң намаз, бесін, асыр, шам, құптан бүкіл 5 уақытты мешітте оқиды. Үзбей. Имам таң қалады ғой. Камерадан көреді, сөйтеді тағын. Шақырып алады ана жігітті. Кеш бауырым, мен имам бола тұра, мен өзім 5 уақыт намазды мешітте өткіземін. Үлгере алмаймын. Сен постоянно мешітте өткізесің. Бір басқаша ма сенікі, иманың өте күшті ма деп сұрақ қойған ғой. Сөйтсе ана жігіт айтады дейді, молдеке 3 қатының болса ең тыныш жер мешіт болып қояды екен. Ғалекеңге анти әңгіме екен бұл. Анти әңгіме. Анти жақпай отыр ма? Жақтырмай отырмын. Көңілден үшін күліп отырмын. Бір күні бір тойда, сол енді бастап жүрген кезім. Екі балаға сүндет той жасап жатыр екен. Біреу 5-те, біреу 6-да, тетеді екеуі, бір үйдің балдар. Сонда сүндет той жасап жатыр екен. Сонымен бір кезде нағашылардың кезегі келіп қалды. Сөз береді. Сөз береді. Атасы, әжесі, ана оларда 2 атанан шақыру. Білесіздер ме? Жігіттің жаңағы әкесі бар ғой, жаңағы 2 бала. Сонымен жаңағы келіннің ата-аналарын шақырып жаңағы тағу, жабу деген бар ғой, әлі күнге дейін бар ғой. Ата-анаға рахмет айту. Соны ата-аналар шақырмас бұрын жаңағы 2 бала туралы анекдот айттым. Оны жаңағы не дейді, күлкі базарда шақырам. Бір күні де 2 жігіт, 2 бала мал базарға барыпты. Азанда кеткен, мал базары ерте басталады, Азанда таңертең ерте барған. Сонымен түнгі 10-да келген ғой. Шешесі алтынан шығып екеуін салып жатыр. Ой, шығып бардық. Оңбағандар, таңертең кетіп, түсте келген жоқсыңдар, кешке түнден. Маған дейт болып кетесіңдер сендер, қарақшы болайын деген шығарсыңдар. Қайда жүрсіңдер деген ғой. Үлкен баласы енді шамалы аңқылдаған екен да. Мама, біз сенен де деу, сен не десеміз шошқа көрдік деген ғой. Не де? Әкеңнен көрген қорлығымыз бет. Сендерден көрейін деді, диванға жатып, егере жыламаса кішкентай баласы. Мама, өтірік айтады, сенен деу, сенен семіз шошқа жоқ деп айтады. Міне бала тілі бал деген. Міне осындай еркелігін, серкелігін көтерген нағашыларын қарсы алайық. Апасы, шеше. Как будто білген сияқты. Йом! Ананы көріп, мұздай теріп, борғап, маған қарап ше. Ұрайын деп кеткен сияқты. Деу екен әжесі ше. Атасы шағын екен. Тамада бетке айтатын қасиетің бар екен деп қасына. Өле, ана деген. Тер деген кетті ғана жерде ше. Сөйтсем, дестігі дәу. Соен толық болды адам өзі бітті ме? Толық екен. Соғын соңғы айтқан жерім болды соң. Айтса, оған дейін айтып жүрген анекдот қойын. Жұрттар күліп, жарылып. Содан кейін алып тастадым. Өз болады тойда ше, сондай нәрселер болады. Іріктеледі. Бір күн тағы сөйтіп жүрген кезде ана бір анекдот бар тұғын. Хит болған. Алып қашу кезді ғой баяғыда. Қыз ұзату деген жоқ ол кезде. Сол біз ең соңғы алып қашып келген біздер ғой. Сол бізден кейінгілер уже ұзатылып келе бастады ғой. Сол бізге дейінгі братандар бәрі алып қашып қойған ғой. Сөйтіп жаңа қызды алып қашып, түнде алып қашып келеді. Оның не жүрмегенді ол қызбен танымайды да.
сөйтіп алып қашып келіп бірден орамал тағады да шымылдыққа кіргізіп жібереді ғой. Ол азанға дейін бетін ашпайды. Пока бет ашар болмай, бетін ашпайды, үшін бетін көрмейді. Сонымен ертеңіне бет ашарды айырып тұрып өткізіп, ал енді өз енесінен жақын кім бар? Бетін ашып, маңдайына сүйіңіз апа деп. Ашып бастайды, көз айқасып тұр дейді. Иқыс болып тұр дейді көзі. Келін. Ойбай, мынаны көз айқасып тұр ғой, көз айқасып тұр ғой. Кіргіз үйге, кіргіз. Бір аяғынан бір аяқ қысса екен да. Бір аяғынан бір аяқ қысса екен келіннің. Ойбай, мынау бір аяғына бір аяқ қысса. Ай, мынаны қаяқтан тауып әкелдіңіз. Айқайлай бере құлағы естімейді деді. Бұл анекдот па? Анекдот қой. Міне, Аллаға шүкір, ай десе аузы, күн десе көзі бар, осындай дүниеге қызды алып келген. Біздің келініміз айдай сұлу, айсұлуды дүниеге алып келген анасы мен әкесі. Шешесі бүйтіп шығып келеді. Йо-майо. Бәсе зал әшейінде жыртылып көретін, бір адам күлмейді ғой. Бәрі таниды да? Таниды ғой құдағиды, мен білмеймін. Сөйтсем құдағи бір аяғы қысқа екен. Ананы көрдім. Сол той әл жалғасып келеді маған. Біткен жоқ ана той әлі. Өтпейді ғой. Әл жалғасып келеді. Әлі жалғасып келеді ана той ше маған. Йо-майо. Өзімді жоғалттым ғой. Как будто ана біліп тұр ше. Бастары салбырап қалды ғой. Йо-майо, жаман ғой негізі. Тос сурет. Балдар бақытты болсын деп бере сал. Ебі, вообще. Кетейін десем, кете алмаймын ана жерден. Тойдың басы еще. Неменеге? Анекдот айттым. Нем бар етін ана. Торысын айылып қала берем. Ана мамасы бүйтіп шығып келеді ғой. Мамыр ағаның сондай бір несі бар ғой, білесіз ба? Білем ғой, естігім ғой. Историясы. Ұланның папасы Мамыр ағамыздың әйелдің киімін киіп ойнайтын. Халыққа да айтып берейік. Әйелдің киімін киіп, образ ойнайды тойдың ортасында. Сөйтеді да, біздің өзімнің туған ағам тойында да болған. Мен де. Ауылдың әйелдерінің бәріне отырып, көршілер қайсы? Сен ана бір ескі галош киіп, новый галош киіп кететін емессің ба? Сен ана жамбасында қалы бар қатын емессің ба? Бәріне тиісіп сондай бір айтып жүреді. Көлдіріп жыртады. Сөйтіп общагада тұрамыз дейді бір жол. Кесі есікті біреу ұрған ғой, тақылдады. Ашып қараса, жаңа әйелін көк ала қойды ғой, ұрып тастаған ғой күйеуі. Мамыр аға келіп тұрды ғой, шешенің, мынаны қаяқтан білесің, көтінде қалы бар. Бұл естімегенсіз ба? Саппа дене келіп қалған ғой. Йо-майо. Сен ана көтінде қалы бар қатын емес, көті демейді, жамбасында қалы бар қатын емессің ба деп біреуге тықпы десаған да. Әй күйеуі, быт-жыт ұрып тастаған ғой мынаны. Қаяқтан білесің, мынаны жат десің ба деп ше. Жана шеше Мамыр ағаның әйелі. Оландар кішкентай көзі, тоқта деген ғой, Мамыр аға, тоқта деген ғой. Хорошо, что DVD-де дискім бір өзі видик дейді. Кассетасын қойған, 3-4 кассета тойды. Міне, бәрі тойда видео айтсам. Мына жерде де айтқан мен. Басқа бір әйел келсе, жамбасында қалы бар қатын емессің. Мына жерде де айтқан мен деп ше. 3-4 тойды. Анан сөйлеткен жоқпын дейді. Сөйлетсе ана мен өлтіріп тайып тұр. Көрбайын сосын ұрасын деп. 3-4 тойын көрсеткен ғой міне деп. Одан кейін барып әйелі оталды дейді ғой. Көрдің ба айуан деп айтқанша күйеуімен қырылып қайтқан ғой. Жаман ғой негізі. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Жаман ғой. Ойлаңызшы. Енді анау апқашып келгенде баяғыда бір проблема бар сонда. Кейде бір қыздарды әкетіп қалатын. Келеді да, ана несі әкетіп қалатын. Немесе бір қыздар үйінен шықпай қалады. Мына жақ ауыл дайындалып отыр. Басқа біреуді алып келеді. Иә, орнына басқа біреуді алып келу керек. Не істейді сосын? Жаңа братандар ғой біздің ауылдың ағалар. Келеді таған Кентауда жаңағы техникум бар ғой, соның общагасына барады ғой. Барса как раз біздің ауылдың бір жеңгеміз сонда неде вахтада тұр екен да. Жүгіріп барып, кіріп, жүгірме, қайда барасың? Қайда? Анау жауап берді ертең. Ажық басшылыққа. Жеңше бір қызға бардым. Кім атын айтса айт, аты кім? Білмеймін, бір қыз керек деген. Не болды? Жеңше ауылда бүгін қазаққа ашуым керек, қызым шықпай қалды дейді ғой. Енді соған бір қатын болатын бір қыз. Жадыра! Сразу. Бәдәу, берген! Уже біледі ғой. Үшісі олар бақытты болып кетеді. Бақытты болып кетеді. Сол жеңгем сол 7-8 болады. Әлі бақытты солар же. Күшті. Немере сүйіп отыр олар уже. Біздің ауылда да бір... Ана жеңгеміздің сменіне тура келіп қалған қарсы деймін. Жадыра деп ише. Біледі да. Бетіне қарап тұрғанда. Жадыра! Деген ғой. Ол сөйтсе, анау
вахтадағы апайлармен ше көп жігіттер сол вахтадағы апай арқылы көп иә жеңгетай ғой енді сөйтсек біледі екен кім қатын болады кім жаңа шошаңдап қалған кім жаңа серьезный кім дұрыс емес бәрін біледі екен ғой біледі ғой адам сөйтеді да сразу автоматически жадыра дейді ау деген дауыс шығады дейді ғой бәдәу бері кел не білдіріп жүрсің деп анау жүгіріп келген ғой салып жүрген ғой класстастарымыз бір досымыз ерте үйленді бірінші үйленді да сонымен соған қызап қашатын болдық сонымен ешкім білмесін дедік та ешкім білмесін өзі біледі иә ауылда да ешкім білмесін тек не үшін вдруг ана қыз шықпай қалады иә мысалы да вдруг қыз шықпай қалады шықпай қалса позор болып қаламыз ғой бірақ үйдегілер дайындалып отырыңыздар иә аз маз адаммен қатты шулатпай иә мыналар қыз таппай келіп бізде позор ғой негізі сүйекке таңба ғой жігітің де қасында біздер бәрімізге ғой не жетеу сегізін кетемеңдер топырлап 99 жүріп түк ол бетімізге әр көрген сайын салып қалады олар жеңгелер әсіресе сүмелектер ғой бұлар деп айтасың ғой сонымен ешкімді шулатпайық деп ауылдан 7-8 жігіт өздеріңіз де не бересіздер ғой әлі иә не береміз ауылдан шығып кетіп бара жатсақ не болды қызақ қашуға барасыңдар ма дейді қаяқтан біліп қойдың ғой жоқ дискотека кетіп барамыз ана қарасақ қызақ қашуға кетіп барсыңдар ма дейді бұлар қаяқтан біліп қойды сен айттың ба сен айтқан жоқ қой өліп кетті айтпайтын қаяқтан болай деп жатыр келін деп біреусі ой блин бәрі біледі екен ғой сөйтсек өзіміз ақ көйлек қара шалбар киіп алғанбыз ғой сөйтсек ол кезде қызақ қашатын жігіттер ақ көйлек қара шалбар киіп шығады екен бәріміз ақ көйлек содан біліп қойған ғой біз оны білмейміз оны сонымен бардық қыз шықты қасында жан подружкасы бар туған сіңлісі бар екен үшеу болып шықты біз 7-8 жігіт ана 3 қызды қыдыртып жүрміз ғой сосын қалада бір кафе бар еді ол кезде де кафелер қазіргі кафелерден бөлек қой жпн жағдай жоқ бірақ соған отырғызғанның өзіне мәз ғой қыздар ше біз де ризамыз ғой қыздардың сол келіп шығып сонымен үшеуіне 7-8 жігіт қызмет жасап жатырмыз ой мен тамада енді өнердемін ғой мен тамада осындай бір кезде 15 шақты сау от кіріп келді жігіт па жігіттер ана қыздың туған ағалары иә біз 7-8-біз олар 15 шақты біз 2 есе көп бізден настроение түсіп қалайсыңдар нормальсыңдар ма нормально жақсы кім ол деп братандар ғой туған ағалар деп досым таниды екен да план быт болды шығып тұрған қызды әкете алмайын деп тұрмыз ғой шығып қолға түсіп тұрған қызды бірақ қыз білмейді тапқан шатымызды иә сонымен кім главар деді ғалым ғой деді тамада болып тұрған ғой мен болғанда не ғой не шеше хабарлап тұрыңдар ей сыртқа кет біреу туған нағашысы екен жаңағы қыздың туған қыздың жаңағы ағасының да енді сонымен қыздың туған ағасы мен туған нағашы ағасы сыртқа шық ғалым бола ма деді менің атым осында болады танысты короче ғалым былай істейміз деді еркекпіз ғой түсінеміз бәрін деді дұрыс братан дұрыс енді бір-екі жас үлкендігі бар ана жігіттердің братан дұрыс мужикпіз ғой бәріміз бастап алып мына жерде ішіп жейміз бір тиын шығармайсыңдар бәрін өзіміз төлейміз сөйтеміз да қызды апарамыз деді ғой өзіміз апарамыз сендерді қонақ қыламыз деді ғой не деген жұмаққа кіріп кеттім жоқ құлағыма сенбей тұр өз құлағым өзім обычно ондай кезде қан жоса төбелес болу керек қой негізі біздің мен қарындасыммен қыдырып жүрген деп ше сонымен болды деді қолын алып ішке кіріп кетті досым шақырып алдым ана қыз нормальный қыз ба что то ағалары өзіміз апарып береміз деп жатыр ғой қойшы деді иә қазір счетты өзіміз төлеймін білмеймін нормальный қыз ғой жеңшемдер айтқан ғой біреу қорқып жатсыздар ма алмауға сомнение ана аты шыққан қыз бала деп ше ё-моё ертең сендер әкелген қыз еді осы деп әке шешесі бізге айтады ғой мынау аты шыққан қыз екен ғой десе масқара боламыз ертең конечно сонымен сомнение ұстадым досым айтты әлде де кеш емес сен точно біліп ал мынаны қазір апарып тұрып мынау пәленше деген қыз ғой масқара отпайық бүкіл әлем танитын жоқ ондай емес жеңшем айтты әдепті әдемі мощно болды деді ішіп жеп анарда счетты төлеп жатыр ағалары ё-моё мынау что-то не то дедім что-то не то ондарда досым бұл бір зат емес қой деймін да жаңа бұл сөз бар ғой машинаң жаман болса сатып құтыласың қатының жаман болса қайтып құтыласың ертең масқара болып қалмай тәуекел деді досым
алам деді. Шөттөлөп қойған еді, алу керек. Жоқ, бұл алу керек. Сонымен бәріміз ана өзі қалада таксилер тұратын жер бар. Өзіміздің жаңағы таксисімізді дайындап қойғанбыз. Сөйтсек оның алдына зу етіп ана шустерлер кіріп кетеді. Кетеші. Анлағында кетсеші. Таксиміз ғой бәріміз очередь. Кетсейші. Братан, кете берші. Ана қасымызда қызды қасымызда ұстап жүрміз да. Так. Бір әр машинаға отырыңдар, такси өзіміз төлейміз барғаннан кейін дейді алар. Такси төлеп жатыр. Болды. Ана такси төлеп жатыр. Сөйтті да олар жаңа подружкасы, соның жаңа ағасы машинасына отырды, қарындасы екеуі. Сіңілісі жаңа біз ақпашатын қыздың. Біз ана қыз бізге отырды, біздің бір-екі бала оларға отырды, олардан бір-екеуі бізге отырды. Араласып. Біздің машинада ешкім араласпады. Сөйттік та машинаны бордық ана нағашысы келіп тұрған. Бордық ауылға тарттық. Олар Кентауға ана арбасы кетеді. Біз шығысқа, олар батысқа кетеді. Сөйтеміз, қашамыз ғой қызды. Ана қыз төбесін теседі ғана. Теу. Сол кезде білді. Сол кезде бітеді. Білді, қайға барасыңдар? Гүл алайық та деді. Деді бірінші. Гүл біздің ауылға кетіп бартқан жолда еді. Гүлден өтіп кетіп ек. Қайда барасыңдар деді. Мынада магазин, напиток анау болайық та қазір. Ол жабылып қалды магазин. Ол круглосутки істей береді анау. Одан өткен кезде бастады ғой. Айуандар, сотталасың деген кезде мен секіріп түсіп қала жаздадым машинадан. Мәссаған сотталасыңдар деді ғой, сотталасыңдар, сендер бәрі соттадам. Бір кезде уже ауылға қарай жақындаған кезде жалынды ғой. Жалғыз ағамды сөйтсең жаңағы жігіт үйленіп жатыр екен, жаңағы подружкасы сынап шыққан екен ол қыз. Сол кезде түсіндік қой біз. Жалғыз ағам үйленіп жатыр. Мейрамбек, жіберші. Ол өзінің қызына өзінің ана подружкасын ақпашы болды. Соны айтып отыр екен бағана. Біз мына бәсе қалай бұл қарындасым бейхат жатып отыр деймін. Соны қайта сұраймын. Бұл қайтып келген қыз емес па? Жиырма ат шыққан қыз емес па деп қайта сұраймын досым. Сөйтсем ана подружкасын айтып отыр екен олар. Ё-майо. Сөйтіп олар ары қарай қашып кеткен. Біз Кентауда Хантарға қашып кеткенбіз. Сол мен жолда сіз де сотталасыз. Мен таксистпін ғой, мен қатыспадым. Туғанына қатысып қойдым. Мен не қатысым бере таксистпін ғой мен. Неменеге маған сен бәлен бәрі істеуге сотталасың деді маған. Ё, әке шешем греб әкеп жатқаны. Түрменің ішінде төбелес, таяқ жеп жатқандай. Қанша соп сүйреп әкетіп бартқандар жандай. Абақты бар ғой сонда. Абақты. Ана қиық шар деп жабылып жатқан есіктен дауыстар келіп жатыр ғой жаңа. Сонымен ауылға бардық. Апардыңыздар, қыз сұрамаймыз ғой. Апарып таста дейді ғой. Жалғыз ағамның қуанышта боламасам, не үшін бауыр болдым? Жалғыз ағам 4 қыз бір ұл екен олар. Жаңағы үйленген ағасы жалғыз ұл екен де. Жалғыз ағам үйлен. Апарып тасташы, өзім келем ертең. Ит топ кетейін. Өзім такси жалдап, өзім келем үйіңе деді ғой бір кезде. Досым шамал 100 грамм шамған. Тепер теймой қатын деді ғана. Одан сайын шошыды ана қыз. Бір жет көріп жатыр. Мұнан құртыңдаршы, досым әкетіп қалды екен. Сөйтіп өтіп, здорово бір әпкесі бар досымның. Сендейлерін талайын деді. Деді, желкесінен көтеріп алып, иығына салды да үйге кіргізіп қойды. Артып шымылдыққа дейін лақтырып жіберді. Болды, уже кірсе. Ана кішкентай қыз ғой жаңа. Ана әпкесі деу здоровый. Қыздар шымылдыққа шыққан болмайды. Болды ғой, кірді. Басына оған дейін орамал таққан лақтырып атқан. Шымылдыққа кірді, салқата қалды. Болды ғой, шымылдық кіріп қойды ғой. Серт еді ғой сол кезде. Сондай бір тәрбие. Шымылдығына сүртіп кетеді ғой. Сомен қызық біткен жоқ. Сомен бір машина ұшып, біз ана тауда тұрамыз ғой. Бүйтіп айналып көпірмен, ана өзен бар да ортада. Өзеннен өте алмайсың. Көпірмен айналып келіп, жаңа қызды түсірдік қой. Ана машинаның бәрі біліп көрінеді. Бұл өзі машина көп емес. Ұшып, мыңмен бір машина өтті, артынан екінші машина келеді. Айттым, екінші машина қуып келе жатқандар дедім. Жігіттер, дайындалыңдар деді. Төбелесеміз, қыздақ баламыз бермейміз деді. Бағаның нағашысымен кім деді? Мен төбелеске жоқпын ғой, негізі қыздардың арасында өскем. Ана летний монша бар ғой. Тығылып қалдым. Тұрмана. Кірді. Мейрамбек, ғалым. Ғалым қайда? Біз бағана ғалыммен сөйлескенбіз дейді. Ғалым, шықпаймын қарашы. Өздері шешіп алсын енді отырмын да. Әкеп бердім главный. Шықсам төбелес болайын деп тұрған сияқты еді. Әйтеуір шықпасам ана өтіп ет. Сонымен жаңа досым енді жігіт те өзі ана Мейрамбек деген досым. Сол болды түсіндім дейді ғой. Сен де жақсылықтан ниет қылып жатсың дұрыс па? Мен де үміт қылып жатырмын. Давай үмітімізді үзбейік. Болары болды. Осындай. Сөйтті қол асты екеуі. Кетті жаңа нағашысымен екеуі, ағасы екеуі. Екі жақта да той. Екі жақта да той. Бір күнде бет ашар болып жатыр. Ё-майо. Бір кезде
аналар енді ағалар кетті ғой, енді қуғыншылар келу керек қой енді артынан. Сіңілісі келді, жанында сіңілісі ана боевой жаман. Бағана кафеде отырған. Ғалымжан деген қарабет қайда деп келді. Енді одан құтылу керек. Жаңағы не қылып жатқан ба, жаңағы прикол тастап, жаңағы сіңілісі осындай деп оған күлдіріп қойып. Ол қыз бірақ қыз ғой, ол жас, бұдан да жас қыз бұл. Сіңілісі ғой. Сонымен қарабет. Бағанағыдан жаңағы бетін мұртың жыбыр еткен, бұның мұртым бар мен кезде. Мұртың жыбыр еткеннен уже бірден сезімім ше, сен жақтырмап едім сол кезде. Қуғыншы болып келді ғой сөйтіп. Сонымен қуғыншылар шығарып салдық, бәрі нормально чеке. Ойбай, біздің ол талай қызықтар болған ғой. Талай қызықтар болған. Анау өзен бар ғой, біздің өзен. Өзі Кентауда 2 өзен бар. Біреу Хантағы өзен, біреу Байылдыр өзен. Байылдыр өзен мен нағашыларым тұрады, қаңлылар. Хантағы өзен біз тұрамыз. Екеуі келіп водохранилище құяды. Бана мен апарып тастайтын водохранилище бар ғой. Бандиттерін апарып тастаймыз деген. Сол аны водохранилищені толтырады 2 өзен. Сонымен біздің ауылда бір екі братан көпірдің астына ішіп отқан ғой. Адам өтетін көпір бар да. Машина өтетін ар жақтан ағып келеді. Адам өтетін тура әр ауылдан былай шарп қойған темірден. Сол адам өтетін көпірдің астына отқан ағыс қатты ғой көктемде. Қатты болады ағыс. Сонымен екеуі ішіп отқан ғой бүйтіп. Сыйлайсың бе? Сыйламайсың бе? Сыйлайым ғой деп бір-біріне қарап отқан да. Құй онда деген ғой. Лүк. Ананы көтеріп, басын көтеріп, ішудің өзі бір қиямет бар. Жұмыс ба? Жаздың күні ғой. Ана көпір тіке күн түскен кезде. Соның анау көлеңкесі ғана болмаса, былай тесіп жібереді. Сөйлеп, давай ап қойық десе анау жоқ дейді ғой. Алдындағы адам. Ағыс қатты. Анау тұрғанда арқан алып кеткен ғой. Мен бұл өзенді жағалап жүгіреді ғой. Алып айқайлап бүкіл қалай болды, бәле жоқ. Ішіп отқанбыз, артқа қарай алып кетті. Бүкіл ауыл іздейді. Уже менттерге не тастайды, жаңағы звонок. Уже водолаздарға звондау керек ондай кезде. Анау бір жерге ілініп қалды ма, жол жөнеген, водохранилищеге дейін 15-20 километр ма сонда ғой. Өзенден әр ауыл бүйтіп ағып кете береді. Таппайды ғой. Сөйтсе, ананың сол күнгі тауда малдың кезегі келген. Түске суға түсіреді ғой мал. Малдың кетіп қалған. Анау бұзақ тұрып қалған екен де. Бұзақ отырып қалған. Басын көтерсе жоқ дейді. Ойбай, өлді деп жүгіре берген ғой. Кешке мал айдап. Бәрі келеді дейді ғой мал айдап ше. Анау ыржың етіп келеді дейді. Ей, сен өлді. Кім айтты? Пәленше айтты. Бәле келсін жаңағы. Көпірдің астында отырады ғой дейді. Сол сені таппай қалған ғой. Ұзақ отырып қалған. Сен өз жаназасына қатысқан адам көріп пеңдер? Жоқ. Біздің ауылда өз жаназасына қатысқан. Кентауда мен сондай көп естігем. Өз жаназасына қатысқан. Бір осындай айтқаны ғой. Айтсаңыз. Күн ыстықта, жазда, күн ыстықта ішіп братандар. Біздің бір братандар болып келеді енді 63-ші жыл ма, 66-шы жыл ма сонда үшін. 60 пен 65-тің арасындағы жас. Енді ол кезде олар жігіттер ғой, біз жас баламыз ол кезде. Союздың кезі. Сөйтеді да Кентауға барып ішіп құлап қалады ғой. Ана не дейді? Клиническая смерть дейді ме? Бір болады екен, ұйықтап қалады. Бір аз уақытқа адам бір өліп қалған сияқты болады екен ғой. Врачтар жаңа нені көріп тауып алады, милицияға келеді, сөйтіп апарып моргқа апарып тастайды ғой. Морг. Күн ыстықта. Сөйтеді ана ауылына ағайындар келеді. Ойбай, өлді деп ауылына хабар береді. Уже сол күн кешкен бастап уже жер қазыла бастайды. Ертеңіне уже азанда бәрі күн ыстықта ерте шығарады ғой. Оны 9-анда шарж берейік деп. Сонымен дайындалып жатқан кезде азында сағат 8-де уборщицалар кіреді оның ішіне. Кірсе дейді, ана жарық ашылған ғой. Жарыққа қарай жүгірген онан соғыр. Жаңа ағамыз, братандарымыз ғой біздің. Моргты жарып шыққаннан талып қалған ғой. Уборщица. Сол жүгіргеннен жүгіріп ауылға келген ғой. Ауылға келсе жаназаға дайындалып жатыр дейді. Көріскен ғой. Аналар бауырмайды. Қарамайды ғой барды. Қарамаған ғой. Бауырмайды десе өзі өлікпен көріскен бәрі. Бауырмайды. Бұл ойлаған әке-шешем бөлі қайтыс болды деп. Сөйтіп ойлағанда үйіне келгенде бұл да қатарға тұра қалған. Бәрі қарап отыр дейді.
мынау өлген жоқ па? Мынау өлген жоқ па? Кім жаназасы екен болды? Бір сұраған ғой. Ана үйде ана ағайындар көп қой. Қай баласы екен білмей қалғанда, мынау баласы, бұл емес, ана баласы ма өлген? Адамдар паника болған ғой. Сөйтсе өз жанасы өзі тұр дейді ғой, ана көріс адамдармен. Қатарда. Сол Кентауда ғой, жаңа өлгенбіз ғой. Неше түрлі қызықтар болған. Кентауда имамдық кісілермен жолығып отырмыз, тамақтанып. Айтып беріп жатыр. Имамдар тек өлім жайлы история. Енді олар ақырет туралы айтады. Иә, сөйтіп киізге орайды дейді да Кентауда. Мәйітті киізге орайды дейді, табыттың үстіне салу үшін. Бір әйел кісінің жаназасында болған ғой. Сөйтіп барлығы есік алып біраз уағыз айттым дейді жаңа Имекең. Сөйтіп тағанда, Құран оқиық уже, амин деп жаназаны шығарында жаназа намазын оқиық деп сол үйдің кішкентай қызы жылап жүр дейді. Мамам үйде. Мынау не қылапты ғой, қорқапты ғой, таңдайын басып. Қимаят қылды деген. Иә, су шашып, бөлек бөлмеге алып кетіп ана. Сөйтіп табытты шығарттағаны бәріміз жаңа амалдарын жасап, жаназа намазын оқып, газельге салып кеттік дейді. Ауылдың шетінде дейді жаңа несі. Мола. Жаңа несі? Иә, мазарат. Мазар. Кетіп барады. Мазаратқа жақындаған кезде бір 30 шақты ма машина келаттық дейді. Қырғын адам. Газель артқа қарай қайырылды дейді. Жақындаған кезде. Жанды ма дедік дейді. Қайған мәйіт қап кетті. Ё-майо. Сөйткен, тырыш ба? Қайтан бәріміз үйге келдік дейді. Кесек, бармайтын күйеу балдар, алтысан келген құдалар, желуге бармайтын кісілер ғой енді. Тісін шұқылап шығып келатыр дейді. Тамақ және жеп кетті. Есіктің алдына тұрдым дейді. Тоқтаңдар деп. Мәйіт үйден қайттан аламыз. Екі баланы кіріп кеткенде. Анау әйел кісі болғаннан кейін әйелді жуындырғанда еркектер салады деп ойлағанда, табытқа еркектер біз қайтып саламыз әйелді, әйелдер сақ қойған шығар дегенде киізбен табытта киіз оралып тұра берген ғой. Тұра берген осында. Киізге жаназа оқыған ғой олар. Сөйткенде ана қайтадан ішке табытты сурет жүгіртіп жіберіп, жаназаны қайттан оқып, қайттан ананы кісікінен орап, одан кейін барып екінші қайтадан кеткен. Жаңағы қареке табыт дегеннен шығады біздің ауыл жақта, ана Созақта сондай не бар ғой? Табытты неге дейін көтеріп апарасың ғой. Иә, жерлейтін жерге дейін таласады ғой адамдар енді. Стауға әйтеуір кішкене сауап бар ғой да. Сауабы. Сол сауап бар деген әңгімені естіген бір кісі сұраған ғой. Табыттың алдынан ұстап барған жақсы ма или ортасынан ба? Ортасынан ұстаған, алдынан ұстаған жақсы ма? Қайсын сауабы? Оң жақ па, сол жақ па? Оң жақ па, сол жақ па или артынан ұстаған сауабы қайсы күшті десе бір кісі дейді. Ішінде жатпасаң болды ғой. Глам, ішінде жатпасаң болды, сауап бар. Сол сияқты. Барсаң болды дейді. Барсаң болды. Барсаң сауап дейді. Сен главный ішінде. Қайсы жақсы негізі дейді. Ішінде жатпасаң болды. Ауылды жер ғой негізі. Қазақтың бәрі ауылды жерде ғой. Мына 20 жылдық, 30 жылдық, 10 жылдық дегенше қалалық жерде уже өшіп жатыр. Ауылда. Тек ауыл жерде. Иә, ауылда. Соны бір күні ауылда бір енді вечер жасайсың ғой. Вечер жасаймыз. Өз вечерге 20 жігіт ақша жинаймыз да. Иә. Екі қыз болады ғой вечерде. Біздің келіп сондай тон. Иә. Бір қызды әрең сұрап алып шығасың ғой. Үйінен. Екінші қыз сол үйіңіз да, қасында отырсың ғой. Бір өзі отырмасын деп ше. Бір өзім отырам ба, қойшы қайтам дейді ғой. Ойбай қазір деймін да. Апа, қызыңызда отырсың қойшы қасында деп. Анан серік қылып отырсың ғой. Ал соған гитара тартасың, анекдот. В общем, ана қыздың алдында бар өнеріңді саласың ғой. Сөйтіп жатқанда 11:30 болды дейді ғой. 12-ге дейін үйге кіретін болсын деп әке шешесі. Сөйтіп рұқсатын алып класстас қызымыз ба, енді әйтеуір ауылдағы қыз бір қызды әйтеуір. Солар үшін жұмыс істейтін қызмет қылатын қой. Арам ой жоқ ол кезде мысалы. Сөйтіп атқан кезде братандар келеді ғой күйдіріп. Шығарып берді. Қыз шығарып бердіңдер дейді ғой. Оны аманат ол, сұрап әке. Қызықтырмайды. Тәжесіндер айтсам. Тәжесіндер дейді. Сөйтіп та. Сонымен жит деп ысқырады. Опа, 73-тер келді дейсің. Немесе деп кіреді. 75-тер келді дейсің. Сразу білесің ғой. Свет бәрін өшіріп тастаймыз ғой. Келді, өшір. Үндемей отырамыз. Братандар шығып кетсін, кетіп қалсын дейміз да. Сен бір разведке біреуін жүреміз, есті ашады да. Барып, анау айналам барып, кетіп қалып дейді. Өткен бір, мынау мысалы 8 март, жаңағы 7 ноябрь, 1 май барда вечер болатын кездер бар ғой. Жаңа жыл кезінде вечер болады, туған күн. Ол ауылда да басқа жерлерде вечер болады ғой, олар жағалайды ғой. Братандар ол 100 грамм шайып жүре береді оламыз кейбіреулер. Сол светті өшіріп тастағанбыз ғой. Сөйтті, кетті деді.
кетті ғой деп анау темекі шегетін балдар бар ғой біздің 2-3 балалар дала шығып беш темекі деп шек кеткізді қораны деген екеуі жақып тұрған ғой бір-біріне бүйтіп ана жақ бүйтіп шақырған ғой сөйтсем де жаққан өшірамайды ертеңіне братандар бәрі 77-лер жинап алды Питак деген жер бар өзіміздің апарып ұрып жатыр шетімізден ұрып шпатақ ей сука мен саған кеше шақырын келмедім мен сені көрген жоқпын брат қалай көрмедім мен сені спичкин жағын бүйттім ғой мен брат бүйттім ғой саған күліп атып таяқ жеп жатырмын ана ойлашы таяқ жеген адам жылайды ғой ананың түрін көрсең ше ойбай брат мен бүйтіп бара алмаймын деп айттым ғой дейді бұтымызға сеген жегіл тұққаншы ауылдан бір кісі болған ауыл мен ауылдың арасында такси 50 теңге екен да ең жақында шықты ғой сәл қымбаттау 50 теңге екен ауылдың арасы жақын ба сөйтіп бір машинаға сап алып бір 4-5 адам сап алып басып айдап баратқан оған таксист сөйтсе ішіндегілер сен қуасың ба мал сабап апаратсың ба сен адамбыз ғой өлтіресің ғой жайдаса бір сендер мен үшін адам емессіңдер 50 теңгесіңдер деп әрқайсың 50 теңгедесіңдер дей ма сендер 50 теңгесіңдер деп айтады дейді қыз алып қашу дегеннен шығады кеше анау инстаграмнан жазып тұрады бізге мынандай оқиға бар айтыңызшы деген сияқты сондай бір келіп қалды өзіме ұнап қалды енді сөйтіп қыз алып қашқан екен алып қашқан үйленген шығар енді бұрын ба жоқ жақында әлі бар ма екен ол жоқ алып қашу емес қыз ұзатып алып қойды үйленген да бір бала сөйтіп неке кешінде асыққан екен ана бала бет аша бәрін өткізіп алып бош дейді ғой сөйтіп бөлмесіне кіріп есігін тарс жауып асығып тірлігін бастап жатқан ғой есік жабылғанда қайтадан артқа қарай кеткен ғой мынандай машық қалып кетті есігі жабылмай қалған да сөйтіп анау бүйтіп әр жерін сүйе береді дейді аймалап жаным жеп қояйын ба жаным жеп қояйын ба жаным жеп қояйын жүріп жатқан қыз шығар енді жеп қояйын ба деп сүйе береді дейді папасы до конца қарап тұрған ғой папасы ма жын деген жоқ па байқамаған жеп қояйын ба деп сүйе берген ғой сөйтсе бүгін бәрін жеп қойсаң кейін не жейсің деп айтады бүгін бәрін жеп қойсаң дей ма бірінші күнде не жеп қойып жатсаң кейін не жейсің деп айтады жаным деген деп отты ғой әжені сүйе бергім келеді не деген хит болды анау бір жігіт тоже инстаграмнан келген әңгіме айтып берейін қатты көреді екен бізді төбе жетісайдың баласы екен өзі сондай оқиғаларын айтып отырады да қызық дейді сөйтіп бір жолы братан екеуміз шықтық дейді жаңа бір қызды алдық дейді жолдан сөйтіп Астана қаласына кетіп бара жатыр ана қыз жарты жолға жеткен кезде сыртқа шығам деп дәретқыштап барады шыдашы барады жігіт жетіп алды тоқтамасаң болмайды көже кеп тұрды бір заправканың артынан тоқтаған ғой барыңыз енді деп барғанда қыз отырғанда қайтып тұрған ғой сөйтсе братан айтады дейді немене бәле енді кружка құйып алып шашып жіберді кружка құйып шашып жібермеді жестко тірейді әңгіме ғой енді анекдот емес елдің арасындағы әңгіме да енді біз енді негізі Ғалеке өзіңіз қазір әлеуметтік желі деген қатты дамып кеткен бір шетінен пайдасы да бар бір жерден зияны да бар ғой негізі қазір зияны көп шығар деп ойлаймын өйткені адамдар дұрыс емес пікір жаза салады біреу бірдеңе дей салады енді Ғалекең жаңа өзі де айтып жатыр жәннатты сатып алады деген туралы көп пікірлер сіздің тарапыңыздан баяғы өткен дегене ма біраз шу болды ғой иә жәннатты оның алдында анау кім Жанәбіл бауырымыз олдан $7,000 жәннатты сатып алу қабыл болған қажылық жәннат несі сыйы жәннат деп бар болған сол $7,000 жама 7 миллион ба $7,000 ғой $7,000 бересің қабыл болған несі сыйы жәннат деп біреулер көрсе өзі сұрай береді да соның нүктесін қойып жәннаттың билетін қалды ма жәннатқа дейді да бар деймін әлі де тоқтап қалады ол ойлайды ғой деп айта ма дейді бар билет қанша қайсысын аласыз 10 миллиондығы бар 5 миллиондығы бар 2 миллион 1 миллиондығы бар қайсысын аласыз деймін ғой әдейі сосын барып сұрайды ол не ол деп ше
біреу айтады, сен ба жәннатқа билет сатып жүрген? Иә. Не ол жәннатқа билет сата бастадыңдар ма? Енді бұл өмірді саудасын бітіріп, жәннаттың саудасына кірсіңдер ма деп ше? Сосын мен сіз мұсылмансыз ба дедім өйткені біреуге. Жоқ ей, атеистпін деді. Онда сізге қатысы жоқ дедім. Басыңызды ұрып қойыңыз. Бұл жәннат мұсылмандарға айтылған әңгіме деймін да. Бізде білесіздер ғой, Шымкент колледж, университет колледж бар, не қыздар колледж бар ғой. Салт дәстүр, әдет ғұрып, имандылық, сосын бір кәсіпке үйрететін бір колледж бар. Сол колледжде барсаңыз, бір 300-ден аса 400-дей қыз оқып жатыр. Қарагөз, қазақтың қарагөз қыздары да. Аналардың жатқан жерін, оқып жатқан жерін, тұрып жатқан жерін көрсең жаның ашиды. Көгеріп кеткен ескі здание, баяғы союз кезінде келетқан. Анау қазақтың қыздарын ана жерге жатқызып қойып қорлауды анау. И сөйтіп жаңағы қазақтың азаматтары осыны көріп, жүректері ауырып, бір жаңа ғимарат салып берейік деп 5 этажды ғимараттың схемасын, жобасын сызып, бүкіл жататын жерді, тамақтанатын асханасы, жатын бөлмелері, кітапханасы, оқитын бөлмелері бәрін салуға 5 этажды сонда үлкен ғимарат салып жатыр екен. Сол ғимаратқа біраз кәсіпкерлер жиналды. Сонда жақсы уағыз насихат айтылды. Ұлттың ұяты қыз, бір қыз үшін бабаларымыз кезінде қырылып кеткен. Мысалы қазір біздің кезімізде де болды. Бір бөтен ауылдан бір сөз айтып келсе, қуалап жүріп, ұрып қуып шығатынбыз. Ол руына, несіне қарамайтынбыз. Мысалы бір қыз үшін, мысалы, 2 ауыл қырылған, бір ауылға 2 мемлекет қырылып кеткен бір қыз үшін. Трояда жоқ болып кеткен. Иә, мысалы, Трояда мысалы, бір қыз үшін жоқ болып кетті. Сол сияқты кезінде енді бір қыз үшін, қазір енді 2 қыз төбе ысырып қойып, интернетке салып атқан не бір тексіздер бар ғой, жетесіздер. Былай айтқанда, мал дейін десең, оны сойып жей алмайсың. Не бір тексіз деп айтамын ондайлар ше. Тегі жоқ, тексіз. Бір жезөкшенің баласы деп ойлаймын мен сол. Қазақтың қыздарын төбелестіріп, интернетке салған сол жаңағы жетесізді бір жезөкшенің баласы ау. Кімнен туылғанын білмейтін бір тексіз біреу салады ондай нәрсені. Тегі бар, жүрегінде иманы бар адам бар, ондай істемейді ондай. Мысалы да. Сондай қазақтың оқимын деп әдет ғұрып, салт дәстүрді, имандылықты бәрін бойыма жиып, ертең ұлттың болашағын тәрбиелеймін деп отқан қыздарымызға сбор жинап жатыр орда. Сауап. Иә, сауап. Сосын мен публикаға шығып, мынау медиада, эфирде, сахнада жүргеннен кейін мен шамалы анау нені білем да, адамдарды қалай ояту керек. Мысалы, ақша табу қиын, оңай емес қазір. Ал оны былай бере салу одан да қиын да негізі. Қиналып тапқан ақшаңды бейт біреу сұраса бере салу оңай емес. А бірақ соны түсіндіріп, ар жағына жүрегіне дейін жеткізіп, жүректегі иманды оятып, сол жаңағы ат салысу, оған да шамалы бір не керек та, тәсіл керек та. Соған енді мені шығарды да енді. Мен шықтым дағаны, жігіттер, мынау біздің жалпы мұсылманның әр қадамы жәннатқа жолдама ғой негізі. Мысалы, сен үйіңнен шықтың ба, бала шағаң бағам деп, Алла маған бір ырыс несібет берші бүгін деп шықтың ба, жәннатқа жолдама ол. Әке шешемді бір көріп қайтайшы, немесе бауырымды көріп қайтайшы, досымның жағдайын сұрап қайтайшы, немесе бір науқасын жағдайын сұрап қайтайшы, немесе асар болып жатыр екен, барып көмектесіп қайтайшы ауылдастарға дедің ба, ол жәннатқа жолдама ол. Пайғамбарымыз айтты баяғыда, пайғамбарымыз баяғыдан бір мұсылман мен яхуди бар ғой, жаңағы еврей. Сол екеуі екіден ғой енді. Мұсылман біздің дініміз. Сол еврей екеуінің несін қиған кезде бір құрма ағашы дау болған ғой. Дауға түсіп қалғанда, әдейі даулаған ол кімдер, яхудилер. Сөйтеді дағана пайғамбарымызға келеді, мынаны шешіп беріңіз дейді. Сөйтеді дағана сол құрма мынау кедей жағдайы қиын отбасыға бұйырсын деп мұсылмандар жинап алады ғой. Кім деген мына құрманы сатып алып мына мұсылманға беретін болса, жәннаттан бір құрма мен уәде беремін дейді ғой. Ол адам жәннаттың несін сатып алады дейді ғой. Құрмасын. Сөйтеді дағана 600 бау жаңағы құрмасы бар. Сол кезде бизнес қой енді құрма деген ол кезде. Түйемен құрма оларда. 600 құрмасын беріп түп ағашын, бір түп ағаштан сатып алады ғой. Сөйтеді дағана пайғамбарымыз салсам айтады ғой. Жәннаттан құрма саған уәде беремін дейді. Саған жәннаттан сол құрма. Ол деген сөз, сен тозаққа кірмейсің деген сөз. Сен жәннатта бір үйің, немесе жәннатта сен бір жемісің, жәннатта осы өмірде жасаған бір жақсылығының қайтарымы жәннатта тұрма, сен тозақты көрмейсің деген сөз ол. Мысалда, сөйтеді ана байғұс қуанғаннан үйіне барады ғой, қатынына жаңағы жұбайына айтады. Ей қатын, жәннаттан біз бір құрма ағашын сатып алдым дейді. Қалай? 600 түбін бердім да ананы сатып алдым дейді ғой.
сонда жұбайды өте иманды ғой, қараңызшы. Не деген керемет сауда болған дейді ғой. Не деген керемет сауда болған. Демек біз бәріміз жәннаттықпыз дейді ғой. Рас солай болады. Өйткені олар жәннатпен сүйіншіледі. Осы әңгімеде бұны имансыздар, тәңірсіздер, құдайсыздар, құрансыздар түсінбейді бұны. Мен айтамын, сендер шоламай қойыңдар деймін да. Бұл мұсылмандарға қатысты бар. Қамыл мұсылман еместерге, кәпірлерге қатысы жоқ бұның. Өзі адам, ер, әйел, ақ, қара, мысалы, күн, түн. Мысалы, жақсы, жаман. Мұсылман кәпір болып бөлінеді өзі екіге. Ортасында болмайды ешкім. Мысалы, жәннат тозақ болды. Сен бардың ба? Иә, жәннат, иә, тозаққа кетесің. Алла сақтасын. Жартылай жәннат деген жоқ десеңізші. Ортасында жүре беремін деген әңгіме жоқ. Кайфовать етіп, мына барып қалайсыңдар, не болып жатыр, қиналбастыр ма деп ше. Ондай жоқ анда әңгіме. Енді ол біреуге не деп түсіндіресің оны, имансызға. Ол Алланы танымайтын, ақыретпен шаруасы жоқ адамға не деп түсіндіресің? Мысалы, жазды. Дұрыс емес пікірлер. Не деген ғайбаттар кетті. Сон кеше жаңа кім бегедар сөз айтады да. Қалеге Алла сізді пәк деп жатыр дейді. Өйткені біреудің сыртынан ғайбаттау, соның бүкіл күнәсін арқалау ғой. Сосын бір өлді деп шықты ғой, білесің бе? Өлді, жаназасы пәлен күні деп шықты ғой. Шалды мен де көріп қалдым. Көрмедің ба? Мен көрдім. Иә, ол да ана бір жынысты бір бәле екен. Салған ба? Алдымен жаңа бір жыныстылар туралы, жаңа пидараздар туралы айттым ғой. Осындайлар деп, бір жыныстылар деп ше. Соған тиіп кеткен екен да. Пайдараз. Сөйтіп ол мені өлді деп шығарып жіберген. Жұрт шулап, көңіл айтып, біреулер ақша жинаған қырқысына жетсіне деп. Енді ана тілектестерім ғой енді. Сонда да ұстаз айтып жатыр да. Бүкіл күнәңді анау арқалады ғой қазір дейді. Өйткені өлім тілеумен өлтіру бірдей күнә екен ғой. Әшейіннен әшейінше, мысалы мен оған қатысым жоқ. Танымаймын, ол мені танымайды. Әшейіннен әшейін біреуге өлім тілеу, оны өлтірумен бірдей екен да. Сонда кімді әшейінен әшейін өлтірген адам соның бүкіл күнәсін алады екен. Соны айтады, сізді Алла пәк деп жатыр. Бәлкім дейді. Ғайбатшыларды көбейтті. Өйткені сіз Алланың діні үшін шықтыңыз дейді. Алланың діні үшін. Алла тағала дейді, өзінің қолының абыройын көтергісі келсе, ол дұшпандарымен ақ көтереді дейді. Мысалы, біз ойлаймыз ғой, нұрым көтереді, наурыз көтереді, мен мұсылмандар абыройымды көтереді. Алла тағала қаласа, кәпірлердің қолмен ақ көтеріп тастайды абыройымды. Сөйтіп бүкіл менің рекламам былай қарағанда, бүкіл қазақша түсінетіндер бәрінің қолына жетті ғой. Америкадағы қазақтар, Қытайдағы қазақ, Европа, Россия, Австрия, Австралия, Канада, Япония, Кореядағы бүкіл әлемде қазақша түсінетіндердің бәрі мені таныды ғой. Сол арқылы. Сол арқылы ше. Біраз әртістердің іші күйді ғой. Немене бұдан басқа әртіс таппай қалды ма? Біз ше деді ғой біреулер. Мысалда. Бұндай пиар компаниялар Россияда, Европа, Америкада очередке тұрасың. Жаман атымды шығарып, мені жұртты шулатшы деп ақша төлеп, ана пиар компаниялар очередке тұрады деп ше олар. Анау тегін пиар жасап берді ма? Күшті ма? Телефон бар, не алсын ма? Жалпы, біз енді кішкене сұрағымыз келген ғой, негізінде. Сол ғой жәннаттың жолдамасы деген сол. Бізде енді оны былай өзіміз түсіндік, ол басқа оймен айтылғаны. Жалпы болды деп ойлаймын, Ғалеге күшті әңгіме болды, рахмет келгеніңізге. Біз енді негізі қатып қалған қағида жоқ. Бұны біз тағы да, Құдай қаласа есіңізде болып жатса, тағы да сіз қонақ болып келуге мүмкіндік бар. Біз әңгіме қыламыз, өзіміз отырып шай ішейік. Сол ғой. Торда иісіге батыр балық. Аман болайық. Ғалеке келгеніңізге, бізге келіп қолдау көрсеткеніңізге көп рахмет айтамыз. Құдай қаласа тек алдағы уақытта творчестволық табыс тілейміз, ауырмаңыз, үйдегі жеңшелер аман болсын. Сіздің енді жолыңызда берсін. Қазір шеп айтпаймын ғой. Айтпаймын ғой дейді. Айттап қайтам ғой. Осымен біздің 3D әңгіме бағдарламасы кезекті санының соңына жетті. Аман сау болыңыздар, тек жақсы күндерде жолыққанша. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Жақсы.